sabaqda көңіл-күйлерің қалай? Жақсы! Өте жақсы, керемет. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әртүрлі заттардан бұйымдар жасау және сізге күнделікті қажетті қалам-сағыз жасаймыз. Солай ма балалар? Иә. Ол үшін ең алдымен балалар, бізге тақтаға назар аудара қойыңыздар. Тақтадан мінекей екі түрлі қағаз берілген екен. Біз бүгін сол қағаздарды бүктеу керек, қалай бүктейтінімізді үйренеміз. Ол үшін балалар, қолдарыңызда қағаздарыңыз бар, барлығыңызда да? Иә. Әуелі тақтаға қарап алыңдар. Қағазды тең бүктеу үшін балалар, сызғышпен белгілеп аламыз. Сызғышты қақ ортасына қойып, екі шетінен белгілеп аламыз. Және ол сызғышпен ортасынан сызамыз балалар. Ортасынан сызамыз. Сонда біздерде мынандай бөліктер пайда болады. Кәнекей қолдарыңызда қағаздарыңызды алып, карандашпен белгілеп екі шетінен. Өте жақсы балалар. Ортасынан бүктеді бе? Енді балалар, осы бүктеу сызығын алу үшін арнайы құралмен немесе қолыңызбен не істейміз? Тегіс тегістейміз. Кәне тегістедік па бәріміз? Қандай қағаз шықты біздерде балалар? Жақсы. Біздер қолымыздағы қағазымызды тек бөлікке не істедік? Бүктедік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, егер де қағазды қаттарға бүктеу керек болса, біз тағы да қағаздың екі жақ бұрышына белгі салып, қағазымызды бүктейміз, не балалар? Бүктедіңдер ме? Қандай қағаз шықты? Қане, аша қойыңдар балалар. Қандай қағаз шықты? Қатпарлы қағаз шықты екен. Қазір біздер жұмбақ шешемізде мұқият тыңдаймыз. Аяғы біреу, қолы жоқ, шиыр жолы көп. Өзі сөйлей білмейді, салған өзі сөйлейді. Қалам! Өте жақсы. Біздерде қаламыз бар ма? Қаламды пайдаланамыз ба? Жазамыз, сабағымыз екен. Өте жақсы. Келесі жұмбағымыз. Салынар небір құралдар. Қалам, сызғыш, ол да бар. Құрал салар қораптың не екенін қаламсағыз деп аталады екен. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда біз өзіміздің қолымыздан жасалған қаламсағызды жасаймыз. Үйімізде пайдалануға болады екен. Немесе сыныпта қоюға болады. Ендеше балалар, бұл қаламсағызды қандай материалдардан жасайды екен? Әртүрлі материалдардан жасауға болады балалар. Мысалға, таспа, түйме, табиғи материалдардан да біз өзіміздің шығармашылығымызды дамыта отырып, осындай қаламсағыздарды жасауға болады екен. Ол үшін біз үйіміздегі әртүрлі заттарды лақтырып тастамай, сол заттарды пайдалана отырып, өзімізге керекті құралдарды жасап алуға болады екен. Ол бір жағынан пайдалы ма бізге? Лақтырып тастамау? Жоқ. Пайдалы ма? Керек емес заттарды лақтырып тастағанымыз жақсы ма? Жоқ. Өзімізге керекті зат жасап алуға, пайдалануға бола ма екен? Қандай пайдасы бар ол? Қандай пайдасы бар? Біріншіден ол ұқыптылыққа, екіншіден тазалыққа өте пайдалы. Біз сол үйіміздегі лас қоқыс заттарымызды лақтырып тастасақ, біз нені өлтіреміз? Айналамызды өлтіреміз. Ал егер ол заттарымызды пайдаға астырып, өзіміз пайдалы заттар жасайтын болсақ, ол өзімізге де пайдалы болады екен. Тақырда біз ненің суреттерін көрдік? Қаламсағыздың суреттерін көрдік. Әртүрлі. Мына қаламсағыз неден жасалған? Қорапшадан жасалған екен. Қорапшадан жасалған. Айналасын не істеген? Гүлмен
fikir var mı? Ya. Biz ne isteymiz bu uçlarını? Kıyıp tastap, bunday әдемі қалам салғыш жасап қоюға болады екен? Ya. Болады екен. Ал мына жерді қараңдар балалар. Қалам салғыштар не екен жасалған? Қағаз. Түрлі ыдыстарда Жасалған. Al ballar, biz бүгінгі сабақта өзіміздің қолымыздан қалам салғыш жасап үйренеміз. Ол үшін біздерге ақ қағаз қажет, және желім қажет, және мынандай 2 ыдыс қажет, және қайшы қажет. Және де балалар, түрлі түсті біздерге қағаз қажет. Бұл түрлі түсті қағазды біз қазір қалам салғышымыздың сыртын не істейміз? Әсем дейміз екен, жақсы. Ендеше біз жұмысты бастамақ бұрын ең әуелі қауіпсіздік ережесімен танысып аламыз. Балалар, қағазды қиған кезде қайшыны емес, қағаздың парағын жылжытып отырамыз. Қайшының ұшын жоғары қаратып ұстамаймыз. Қайшыны қасымыздағы досымызға бергенде жабық күйінде беруіміз керек. Желімді алдымызға салмаймыз. Жұмысымызды аяқтаған соң қайшыны арнаулы алдымызда тұрған қорапшаға не істейміз балалар? Салып қоямыз екен. Қайшыны абайлап ұстаймыз балалар. Мен өз қолыммен қалам салғыш істедім. Нәжерлеріне гүл істедім. Ішіне фломастер салдым. Қайшы салдым. Маған қалам салғыш ұнады. Мен йогурттың ыдысын бүйгемнен алдым. Сол ыдысты ішінде Саламын, оған қарындашымды, фломастерімді, ручкамды саламын. Өте жақсы екен, отыра ғой, жарайсың, әдемі. Мен қағаздан қалам салғыш жасадым. Ішінен йогурттың ішін салдым. Сыртына гүлдерді жабыстырдым. Ортасына қарындаштарды салдым. Өте жақсы, әдемі. Мен мынандай қалам салғыш жасадым. Мен оған ыдыс салып көрдім. Мен оған фломастерімді қаламымды салып қоямын. Қоямын, жақсы, ыдыстарымды ішіне салып қоя ғой, қалам салғышын ішіне сала ғой. Жарайсың. Енді сыртын әдемілеп өстедің. Сурет салып қойғансың, бояй ғой енді сыртын. Жарайсың. Қағазбен қалам салғыш жасадым. Әдемі гүл жасадым. Қалам салғыш ішіне қайшы жасадым.
Қалам сарғыштарды істедім. Мен столдың үстіне қоямын. Өте жақсы. Үйіңдегі сабақ оқитын столдың үстіне қойып қоямын. Керемет. Бүгінгі сабақта біз немен таныстық? Не үйрендік? Қалам салғыш. Қалам салғыш жасауды үйрендік. Тағы да балалар. Тақтада не істедік біздер балалар? Қағазды не істедік? Жарайсың, Фатима. Қағазды бүктеуді үйрендік, түзеу қылып бүктеуді үйрендік екен. Ал қалам салғышты біз неден жасадық? Қағаздан жасадық. Не істедік тағы да? Гүл салдық. Жақсы. Сонда біз үйдегі балалар керек емес заттарымызды лақтырып тастауға болады ма? Я, не істейміз енді? Керек емес заттарды не жасауға керек жаңа? Қалам салғыш. Қалам салғыш, тағы да басқа әртүрлі бізге пайдалы заттарды жасауға болады екен. Керемет балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Әдемі қалам салғыш жасадыңыздар. Сіздерге пайдалы болды ма бұл қалам салғыш? Үйде өздеріңе үлкен ағаларыңа, апаларыңа, немесе кішкентай үйдегі кішкентай бөпелеріне жасап үйретесіңдер ме? Қайда қоясыңдар бұл қалам салғышты? Өте жақсы. Үйлерінде сабақ оқитын столдарының үстіне қоямын. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Отыра қойыңыздар.